Baxsımda ayamayın, meni qalay el dilesen, seni solay ayalayan. Ata qıran qırağısın, oğlu dala olanısın. Әні менен жеткізейін орпағыңнан мың алғысын. Алтын арай таңым әке, Алатаудай бағым әке. Шырылдайсың мен қиналсам, жаным әке, жаным әке. Ол қызыңның қабыл алшы ақ тілекті әнін әке. Ол қызыңның қабыл алшы ақ тілекті әнін әке. Әке сенің дара туған, ар-намыстан жаратылған. Менің өмір жолдарымда демеп келдің қанатымнан. Жануям деп жанасың сен, оран болып барасың сен. Жердің беті үлгі тапқан бар қазаққа ағасың сен. Алтын арай таңым әке, Алатаудай бағым әке. Шырылдайсың мен қиналсам, жаным әке, жаным әке. Ол қызыңның қабыл алшы ақ тілекті әнін әке. Ол қызыңның қабыл алшы ақ тілекті әнін әке. Алатаудай бағым әке, шырылдайсың мен. Өмір деген елі заман алдымыздан артымыздан өтіп жатыр. Қазір еске алып жатырмыз. Кейбіреуін танысақ та, кейбіреуін кішкене өміріңізде жаңағы уақыт қой. Танымай қалдық, ойланып кешіріңіздер. Енді мен осы Алматы облысы Жамбыл ауданында 40 жыл жаңа мұғалім болып жұмыс істедік. Енді мұғалім болдық, инспектор болдық, мектеп директоры болдық, әйтеуір өтті бір. Енді Нұрқанды танисыздар? Танисыздар ма? Кейбіреулер қолынан тамақ жеді, шай ішті, квартирді көрді бәрін енді. Қазір бізде 4 бала бар. Үлкені Нұрлан, тұңғыш. 3 қыз бар, барлығы жағы үйленді, балалы шағалы болды. 13 немере бар. 13 немере бар екен. Құдайдың берген кішкентайлар. Немеренің үлкені осы жерде жүр. Жағы тамақтар жүрдік. Кешке жағы көретін шашты. Аты ерсін, артына көп ере берсін деп соларында қойды. Енді мен тілейтін 40 жыл деген өте үлкен уақыт екен. Кейде әгі албырға қарап отырып, ескі аларыз, фотоларыңызды көріп жағы сағынышты бас. Сондай ой келді. Жүздерімізді жаңағы өмірде қандай уақиғалар болды, соны бір әңгімелесіп отырайық деген ойға келді. Сонымен Нүкең екеуміз міне жетектесіп, Нұрқанмен мен 1-ші класстан бастап махаббат құрғанбыз. Соны есептемеңіздер қанша келді. Шын айтады. Бірге оқығанбыз. Енді бұл жерде бөле жаратын ешнәрсе жоқ, барлығымыз бірдейміз. Оқыған кезде кішкене кемшіліктер кеткен шығар. Кейіннен оны ойлап өкінесің де
Onun ben ötüp etti. Endi men tileyim sizlerge osday bereke olsun. Ya, osday birlik olsun, densoqlik olsun. Ana şagalarınızı kızgın görürsüzler. Үйленгені var, үйленбегені var. Алда қызықтар көп. Менің бір күштілейді, денсаулық болсын, барлық болады көрінеді. Енді жүздерге қарап, әрқайсының әртүрлі жағы уақиғалар еске келіп жатыр. Ақырын тастап басында айтатын шығармыз. Мында бір рахмет сіздер осы жерге келіп, барлығымыз сағыныш жүзіп асып жатқанымызды. Нұрхан бірге сөйлеп келсін, әмбеке.
келмеске кеттің-ау аяулымай, салынды оқшауланып отауыңда. Тас мүсін, құлпы тасың селт етпейді, жарығы жоқ айы тұр дәл басыңда. Сенгендеймін енді ғана келмесіңе, шықпастай үй соғылды дәл басыңа. Соңынан тілек тілеп дұға оқып, жаның жәннатта, топырағың торқа болсын деп. Алайын әкешім, айрылдым сендей асқардан, жарқыраған жұлдызым, мезгілсіз ақты аспаннан. Киелі төрім босады, шаңырағым шайқалды, ошағым оты бәсендеп, тағдырдың сыны байқалды. Мәңгілікке кеттің бе, бұған қалай сенермін, өртенді ғой өзегім, бұған қалай көнермін. Қимаймын әке өзіңді, жарқыраған жүзіңді, мейірім төккен көзіңді, ақылға толы сөзіңді, ақ самайлы шашыңды, кен маңдайлы басыңды, бүркіт тікіндей қасыңды. Мың айналсам жер жүзін, шіркін енді таппаймын, іздемей қалай тоқтаймын. Алансыз ашық көңілімді, бұлттай басты көп қайғым, осынау асыл бейнеңді, қара жердің қойнына жасырып қалай тастаймын. Жасырмасқа шара жоқ, жүрек жарған жырыммен, ата баба салтымен өзіңді әке жоқтаймын. Артында қалды ұрпағын, аңыраған ел жұртын, басқа түсті қапыда тауқыметі тағдырдың. Рақымсыз сұмажал, әкемді өмірден оздырдың, уайым салып басыма, ой санамды қоздырдың. Жүрегіме жүк артып, өн бойымды талдырдың, қамытына тағдырдың, еріксіз мені көндірдің. Әке деген асқартау, ой жетпейді шынына, рухы жебе әрдайым, медеу болар жанына. Береке берсін жаратқан, ағайын туған артына. Күндер айлар өтіп жатыр тым жылдам, уақыт ағын менде бірге ұмтылам. Медеу етіп бірге өткізген күндерді, дұға оқимын иман бер деп сыртыңнан. Бірге өткіздік балалықтың бал шағын, бірге отырдық үстінде бір партаның. 60 жылдық бірге өткізген өмірдің, қайтып келмес әрбір сәтін аңсаған. Жылдығында келіп қалдау жақындап, жүйрік уақыт қуып келет тақымдап. Өткен өмір бүгінгідей есімде, ыстық бейнең көз алдымда жарқылдап. Мен ғана емес, ұрпағың бар, елің бар, бәрімізде сені қимас көңіл бар. Құда жекжат дос жараның қалқың боп, дұға оқытып, ескі алғызар өмір бар.
жатқан жайында отырған қорғау болсын. Курстасының көп баластары келіп отырмыз. Жексенбай, Сайын, Бата, Гөлсімат Айлыстаран. Ал енді Рекең туралы көп айтуға болады. Себебі Рекеңнің мынау Қарашаға Каспийде бірге оқыды. Оқысыздың группаның консоры болды. Группадағы жігіттермен қыздарға үнемі ағалық ақыл айтатын. Осыдан 3 жыл бұрын Қарашаның кездесуімізде Рекең ағылы жағылып, Құлағаса мен жетіске толан бәрін шағырдың келіп жаңағы бәрімізге жетіске толып ойына келеміз деп отырып бізде осындай жағдай болса, енді ол Құдай тірлігі. Ал Рекең туралы айтсақ, Рекең жаны жайсан, ауылдастан жүгіге көрінетін, ешкімге жаманшылық ойламайтын, ешкімнің алашын ақтамайтын, керемет азаматтардың үлгісіндегі болатындай. Рамазан ағамыздың жатқан жері жайлы тарапынан топырағы тоқы болсын. Мына осындай үлкен ғасырда жай еске алып отырған ұл-қыздарына, жеңгемізге көптен көп рахмет, ертең көргендері той болсын. Мен оның шымкентке келіп отырмын. Есім шығынған. Bir toplum şirketlerine selam айтып өзімізге келіп ағыр, осыдан үстірді. Рахмет. Романовского президент, сіз бір сұрда болғансыз ғой. Студенттерден бар ма? Құрметті халық, бүгінгі кісілердің ниеттерін қабыл болсын. Біз Рекең осы отырған жігіттер бәріміз 68 жылы бірге оқуға түсіп, содан 8 жыл болды. Кейін институттар бәріміз жан-жаққа қарап кетіп, Рекең осы жамбыл ауданының оқу бөлімінің инспекторы болды. Алғаш ауданына инспектор болды. Екеуміз жылына бір рет облыстық оқу бөлімінде сентябрь басында кездесіп қоятынбыз. Оқу бөлім бастығында. Енді Рекең біздің үлкен ағайымыз болатын, арамыздағы сыйлы бәріміз сыйлайтын. Енді көргеніміз жарының балаларына, немерелеріне берсін, жатқан жері қорғау болсын, ниеттеріміз қабыл болсын. Айтыңыз, таныстырып өтіңіз. Рекеңгеміз 65 жылы мектептеріміз. Екеуміз ол жүріп, бізге 9 класқа келген. Бұның 3 жыл қандай болады. Бұның кейін жолын түсінді. Кейін қайтарынан бір жылға бұрын сөз сөйледі. Қонбақтың дегенде қалғыздың бір айтқан осындай қайын кісі істейді. Көпін ағайын бар, көпін ағайын бар, енді орнайтынды бұл кісіге жас құрысын, біраз болды, біраз жүрді, жолын жарышын, жоқ жерде бір кездесті. Енді бұл жігіт, бұл дейінгі бұл жерде жас келген. Bunu mekaniklerin müşterilerinin sürekli bilgisi olmasıyla düşünüyor. Kim size yalnız bırakabilir, size yok ama dolanmak tabii ki kaynaklı bir
ол кішкеге кетіп ол белгілі уақытта шашымай қалай қазан деді сол кезде. Сол ең қорқырына қасынан есілдегі арқылы ел басылар. Содан кейін ол Sürekli бүгінгі асқа жиналып отырған көпшілік Рамазан ұлының құрметіне арналған басқа елге қадамдарыңыз сауапқа жазсын, қабыл болсын. Әдетті дұшан айналайын, балалар мемлекет мұны атап беріп отырған аңсарым. Ол дүниелік болып кеткен өмірде ерте болды дей алмаймыз. Бірақ та кенеттен кеткен келген ажал әркімге де өте ауыр тиюі анық. Өйткені біз Рамазанмен бірге бір класста оқыған Семей облысы Аягөз ауданы Сергеев ауылының түлектері жақында өткен жылы да өзіміздің 50 жылымызды атап өтеміз. Сонда Рамазан болған ол. Мен өзімнің 70 жылымды атаймын. Міндетті түрде келесіңдер деп қарымызға шақырудың алды. Хабарласып, кім келеді, кім келмейді деп хабарласып жүргенде, тойға деп жиналып отырған кезімізде, мынандай келетте төбемізде жай түсті деген ауруханаға бәрімізге есеңгіреп қалды. Тағдырдың жазуы деген осы. Атын айтады ғой. Өмірге жылап келесің, жамандар бар қинайтын. Өмірден жылап кетесің, жақсылар бар қимайтын дегендей, қимайтын асыл досым деді. Бірақ та тағдырдың жазғанына бас иеміз. Сөйте тұрып, мына артта ас беріп отырған ағайын туысына, жекжат бауыр жолдастарына, балаларына, ендігі өзінің аңсаған қолы жетпеген арман жақсылықтарына жетсін, арты той болсын, өйткені ұрпағы бар адам ешқашан деп өтпейді. Артындағы нұрларының және мына қыздардың ұрпақтары Рамазанды ешқашан ұмытпақ емес. Ол бұлақ бірге істеген, бірге оқыған әріптестері де, сабақ берген шәкірттері де қашанда көңіліне оның ізгі қасиеттерін сақталғаны, ендеше қадірлі топырағын қорқа болсын, жатқан жерің жайлы болсын. Сен біздің қашанда жүрегіміздесің. Артта жақсылық болсын, жақсылыққа бас қосуға жазсын, адамдардың сауапқа жазсын. Рахмет сізге. Мынау бүгінгі арналған бір сағатымызды кішкене сабыр сақтап, әңгіме айтып үлгереміз ғой. Кішкене құлақ тұрыңыздар. Алыстан келген адамдар әртүрлі волнующий момент дейді ойымды. Сондықтан мән қойып тыңдап отырыңыздар. Ендігі мынау ұстаздық Жамбыл ауданында білім бөлімінде біраз жұмыс істеген еді, қызмет істеген еді. Сол кісілерден енді бір ауыз білейік. Қадірменді көпшіліктен кешірім өтінем. Рамазан біздікі деп мына білім саласындағы әріптестеріміз біріміздің қолымыздан біріміз жыл сөйлеп жатырмыз. Өйткені адамның 70 жыл жасағанда өмірінің көбін осы білім алумен, білім алғаннан кейін ол білімін өзінің жеке басына, бала-шағасынан табуға ғана емес, басқа осы Жамбыл ауданының білім саласында көптеген қызмет істеді. Оның қазір атап айтқаным дұрыс шығар, мектеп басқарды ынтымақ ауылының. Әр ауылда енді ең құрғанда мектеп бар. Мектепте
мектеп арқылы көп адам бала шағасына сұрайды. Сондықтан әр ауылдың осы бетбұстары, мойнозғанының бірі мектеп басшысы болады. Өйткені бала әр адамның бауыр еті, бала арқылы әр адамға жол тапты. Рамазан бұл ауылдың мына ауылдастар отыр. Талай бала алдынан өтті, мектепті жақсы басқарды. Өздеріңіз білесіздер, енді көбінесе ұстаздардың қауымы әйел адам, әйелдің психикасы өте қиындау болады, олармен табысу, олардың ойынан шығу, тату тәтті өмір сүргізу, бір ұжым қалыптастыру Рамазанның қолынан келді. Екеуміз енді, мен де басшылық жұмыста да, педагогиканың әртүрлі кезеңінде маған басшы болғанда болды, инспектор болды көп жылдары. Бәріміз бітіргеніне ең биік шаңырақ деп санаймыз, өйткені Қазақстанның ең бірінші жоғарғы оқу орны Абай атындағы институт, қазір университет. Соның шаңырағында бәріміз білім алғанбыз. Бірақ физика маманы ол кісі тағы тұртты қосты, мына жақта менің әріптестерім бәрі үйіп тыңдап отыр. Сонда білім бөлімінен бөлінеді, білім бөлімінің басшысынан кейін инспектор деген болады. Ол қадағалаушы, ол жай ғана ақыл айтушы емес, ол көп жылдары инспектор болды. Еңбек, жаңа физика пәнінен, ол жылдары мамандық алу, мамандық беру, мына учебно-производственный комбинат дегенді тез қазір қазақшаға аударамай отырмын, түсінесіздер. Баланы мектеп бітірмей жатып, еңбекке баулу, профилизация дейді, маман таңдауға осы салада көп еңбектенді. Енді одан кейін екеуміз, ол инспектор болғанда мен мектеп басшысы болып, маған бастық болды, қалжыңдап жүретін. Қожаңдап, өзінше енді бір сондай ақкөңіл, керемет азамат, осы менің күйеуім болса дегендей де қыздарға қалжыңдаймын ғой, бой десе бой, соның бойы бір қоқан-соқаңы жоқ. Әлгі бастықтың деп бірдеңеден бір пайда тауып, елден бір майда-шүйда тіршілігінде есіме түсірамаймын. Сондай бір ақ жарқын ақ көңіл еді. Одан кейін білім бөліміне мен бардым, екеуміз осы көрген жерде абысына жындай тұрағап, бірімізге жанұямызға айтпайтын. Мысалы, мен күйеуіме келіп, анау бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр десе, құрығын алып далаға шығады ғой. Басқа ешкіммен бөліспейтін бір сырларымызды айтып, сондай жақсы өмірі өтті. Тойына мына алыстан Семейден шақырған кластастар айтып жатыр, біз де шақырған едік. Енді мына сөйлеген адамдарға бұл бәрімізде адамның бір керемет адами қасиеті, кішкентайынан ұмытпау. Соның бойы біздің халқымыздың о дүниеге кеткен адамның өзінің құран бағыштау әрине бірінші парызымыз. Сонымен қоса оның адами жақсы қасиеттерін балалардың бойына сіңіру, қасымыздағы адамдарға дәріптеу, адами қасиетті биік шыңға көтеру. Сондықтан мына бала шағасына, бауырларына, жаңағы әйелін мен білетінде бастық деп атайтын, үйдегі бастығына бәріне көп рахмет. Өйткені қырқына да осындай Түркістанның тойындай дастархан жайды. Ол да Рамазанның жақсы адам тұлға екенін көрсетеді. Ол қыздары ұстаз болып, ізін басып, өзі сияқты мамандық таңдап, білім алып, ұлым мен өзім көрмесем де мына шалын жақсы мақтап отырады. Өзі сияқты із қалдырған ұстаздық, адамшылық қасиетінің бәрі бойында табылады. Енді жатқан жері жайлы болсын. Осыдан кейін бұл шаңыраққа біз жақсылыққа кезгейік, жақсылықта жиналайық. Рахмет сізге. Біраз сырларын айтып қойып жаздадыңыз ғой деймін, жеңеміз дұрыс деді деп ойлаймын. Енді мына зейнетке шыққаннан кейін де Жамбыл несие сектесінің мүше болған еді. Ол жаққан бар ма адамдар? Жамбыл ауданы несие сектесі. Жақсы. Алмас. Көрмеді ғой енді, айтыңыздан тілеңіз. Құрметті қонақтар, бүгін мына жиналып отырған Рамазан ағаның асы қабыл болсын, жатқан жері жайлы, тұпырағы торқа болсын, артында қалған ұрын-бұтақтарына берекесін берсін. Көрші ақысы
қиын дейді ғой, бір жағынан сол шынында шығар. Рамазан аға айтқан өзімде көп ауырдым. Бұл кісі ары бері өткен кезде маған бір аман сау ма деген сияқты көрініп тұратын. Иә, ағаның жөні бізге өте орынды кісі еді. Біз әкеміздің орнында әкеп болған сияқты неше жыл айдаладағы лазыман далада жалғыз тұрып, екеуміз бір-біріміздің қалымызды біліп сөйтіп тұрушы. Енді не айтам? Алланың өтіне жөн болып тұрған екен, біз де қарсылығын айтамаймыз. Ағамыздың көпшілік айтып жатыр ғой қандай кісі екенін. Бәріміз көреміз осы кісілерге. Жатқан үй жайлы болып, ендігі артында қалған тәрбие ауырмай сырқамай осы артында жұмыстақтарыңа, бала-шағаларыңа қасында қамқоршы болып жүре бер. Рамазан аға қанша әңгіме айтсам да жете алмаймын. Әкемнен де артық кісі болып өскендігі қалжыңдайды. Кейде андайымдай әңгіме айтады. Соның бәрі есіме түссе, әзірмен де кешіңіздерші. Дұрыс қой, әрине. Қатар отырып көршілер жыл туысқаннан артық болып кететін көршілер бар ғой. Көршілер аман болсын. Құда жаттырдым. Алыстан келген Семей облысының Сабағы. Мына кісі біздің абайымыздың бауыры болады. Жас кезінде бірге өскен балалар. Құрметті бүгінгі асқан жиналған қауым. Барлығынан жақсы біргенің атынан жақсы теке, жақсы дейін жастар. Енді оларға қашан білмейін. Өйткені барлықтарың достар, оларға тек кластастарға, институт оқырмандарға қандай азамат екенін білесіздер, сондықтан қайда айтуға қажеті жоқ. Біз ортамызда жезде мал іздеп көргіміз жоқ, біз ағалар іздей болып, өлім күші сыйласып, бір ретпен шығарып салып тұрып айтатын біз ол. Сабыр осы кезде жақсы көрді. Сондықтан да шығарып біз шынында бір-бірімізді ағалымыздей жақсы сыйласып берген жүрді. Білекен Құдай Тәуба ата-ана балалардың барлығына анасының барлығына қол қойып, Білекеннің атын барлық жақтан ойып сөйтіп, сондықтан да артынан ұрауға деген Білекеннің атында Құдайға Тәуба барлықтарыңызға жинағын асарыңызды осы астында соңғыларына соңғы арқылы жатқандар өмірі сойшылықтарда Мағын бұған ұшқандар осы жинағы отырған қауым барлықтарыңыздың бастарының мұндайдағы жағдай болмасын, денелеріңіз сау болсын, аман бұлай тек тойынуында рахмет. Осы енді бір жағынан қағдас, бір жағынан өзіміздің беріп. Жиналған көрші қауым, мына бейнеге барып Рамазанға бұл өмірден қайтпаған сияқты бір кереметтей толқынышта отырмын. Ол кісі бір жағымызда болса, енді жастарға жол ашсын жеңгесі, бірақ ол кісі ешқашан менің қарындасым деп көрген емес. Рамазан аға бірінші күннен өзінен кең болып сөйлеп, Рамазан ағамен жасты бауырым бар еді, ол да марқұм болды. Екеуі құдай емес, бір туған бауырдай болып, араласып сыйласып өткен өмірден. Рамазан аға осы соңғы күні қайтарғандағы ең аяқты бірге бас қосқанымыз екен. Жасар ағаның үйінде қонақта болып, ол кісі кетіп бара жатсам, кетпеш қарындасым, кетпеш деп қайта-қайта қасына отырғызып, басынан сипалап, аялы алқанмен басынан сипалап жүрген азаматтың біреуі, орны толмас адам, ондай азаматтар бірде-бір деп санаймын. Рамазан аға аузын ашса көкірегі көрінетін азамат, біреуге аға, біреуге іні, біреуге әке, біреуге ата, сондай ауыз толтырып айтатын азаматтың біреуі. Рамазан ағаға тек қана
алды бейіш, аты ырысқоз екен, жатқан жері және көпірағы қорған болса екен деп айтқым келеді. Міне қайтыс болғанда бүгінгі осыншама халыққа көріп қарап отының, ол кісінің сыйлығы, ол кісіні сыйлағандықтарымыз міне бүгін көрініп отыр. Осыншама халық келіп, ол кісінің қайғысын бөлісіп, дастарханнан дәм тұз татып отырсыздар, иманды болсын деп айтқым келеді. Рамазан ағаның орнын ешқашан толтыра алмаймыз. Енді біздің айтқаннан пайда жоқ. Аллаға да жақсыдан беріп деп жатыр. Сондықтан да Рамазан ағаға тек қана иман тілеймін. Мына орында бар, оңалар дейді, Құдайға шүкір. Артында келіндері бар, балалары, немерелері бар. Артынан берген Жасар аға мен Рамазан аға екеуі қосақпыда қол ұстасып жүретін. Жасар аға Рамазан аға қайтыс болғалы бір қанатынан айырылып қалған сияқты. Сондықтан да оны көп жайлы ойламаңыз. Мына беріп жатқан тағам қабыл болсын, Алланың құлағына шалынсын. Енді артындағылары аман болсын, немере шөберелері аман болсын. Нұрған тәте, сіз аман болыңыз, собаларын төрін қойып, осы Рамазаннан қайын болсын. Bir tek şirketi Kur'an'dan başka kolumuzdan bile köy yok. Tek kana aldı bir iş artı arası olsun. Olsun diye rasılıklar olsun diye. Kıyışlıklar artı olsun diye ayettim. Rahmet. Alayda Kuda jürüklerden olan siyahtı. Okuş men maqtanam, olar sansız. Ot жүрек өнер келе сүйем шамсыз. Детlerim dostlar, dolaşav, жүректерден сұғыр, шықса шамсыз деп. Мына шәкірттер бар ма балдар? Бокстың оққан сынында. Рахмет, құрметті қауым. Бүгін біздің Рамазан ағайымыздың еске алу күні. Рамазан ағайымыз бізді 1978-79 жылдары 9-10 класста біздің класс жетекшіміз болған. Абай атамыз атындай ұстазы еткен, жалпыбас үйретуге бағадан дегендей, Рамазан ағайымыз тек қана бізге дәріс оқытпай, бізге физика пәнінен мұғалім болмай, ол класс жетекшіміз болды. Шын негізінде ағамыз үлкен досымыз болды, тәрбиешіміз болды. Әсіресе 9-10 класста оқып жүргенде біздің бұл балаларға Рамазан ағайымыздың әсері зор болды. Ол бізге ағайымыздың ешқашан бізге қатты сөз, ауыр сөз етпейді. Бәрін баппен, бәрін ақылмен бізді жөнге келтіреді. Сондықтан ағайымызды біз қатты сыйлайтынбыз. Өте қатты сыйлайтынбыз, өзіміз Аллаға шүкір, ағайымыз осындай 9-10 класста орысша айтқанда переходной период кезінде Рамазан ағайымыз бізге тірек болды. Біздің жігіттерді ұлдарды класстың ұлдарын бөлек жинап алып бізге ақыл айтады. Сабыры, байсалды түрмен. Сондықтан Рамазан ағайымызды қатты сыйлайтынбыз. Пайғамбарымыз бірінде айтады ғой, егер осы дүниені, бұл дүниеде жақсы бола десе, үлім артынан шәкірт қалды дейді. Сондықтан Рамазан ағайымыздың артынан көп ондаған, жүздеген, мыңдаған шәкірттер қалды. Сондықтан мен өзім ойлаймын, Алладан тілеймін, ағайымыздың жанын жәннаттан етсін. Осы шаңырақтың астында тек қана береке бағыттансын, артындағы ұрпаққа Алла тағала ел беріп, мақсаттарына, армандарына жететіндей іс-әрекеттің бәрін нәсіп етсін. Рахмет. Арамыздан екі алған уақытым болды ма? Ескі оқыдымды. Ол кісінің шәкірттері мықты болған мен білемін жақсы. Мына жақта бір суретке сұрап отыр екен, бір сабыр етіңіздер. Көпшілік тегінен тұрады. Мына құлағының ең соңғы
жиналып отырғандарыңызға рахмет. Айналайын олар, Папаның енді міне дүрілдетіп, Папаның алшылар, жаңағы бір аулап жатқан шабел. Нұрған айналайын жұбағайым. Енді мына қалға болашағымның қызығын көр. Жарың жасырмаған жасын жаса, көрмеге жасырын көр. Осыларың аман болсын енді. Ең жақсы көретін құлап еді. Менің құлап мынау деп сүйрелеп көрін отырғызушы еді. Сондай аяулы, жақсы азамат еді. Берекелі бір. Жүрген жеріне айын шашып жүретін азамат еді. Сондай ақ көңіл. Енді жарқым, енді сол құлағының жатқан жері жайлы, топырағы тоқа болсын. Артына бары шағасын қалған қолдап қоршап жүрсін. Жақсылық болсын, барлығымызға да тек жақсылық тілейіп қойып жүрмін. Дендеріңіз сау болсын. Құрметті көпшілік, курстастары, көршілер. Мен Рамазанда мен ең алғашқы көзімді ашқан көрген қуанышты еді. Енді осының аузын ашты көмекей көрмейді ғой, бәріңіз білесіздер. Құда болғалы 21 жылдың ішінде осының бір елжеген көрмеппіз. Сондай жақсы мен әйтпеймізді ғой, енді артындарына немересін көріп келеді. Енді сол ендігі әйткенегі руларымыз, Құдағиым Нұрхан, сол арман болсын. Енді бұдан кейін той болсын, күйлерде ешқандай жаманшылық болмасын, бала-шағасы аман болсын. Күйеу балаларға, қыздарға, орындарға дейді ғой енді. Балалардың тек қана тойында жолдайды. Рахмет. Рахмет. Сендер мені іздеңдер. Өздеріңнен, жасқа оты жайлаған көздеріңнен, үлкен кіші ортаны елеңдетіп, жұртты бауырап сөйлеген сөздеріңнен. Дей отырып, біздің туыс ағайындарға тілек айтыларына мына жерде бір апамыз отыр, бір ауыз тілегін айтсын. Назар салыңыздар, назарларыңыздар. Құрметті жиналған құдағылар, асына келген класстас жолдастарым, келгендеріңге көптен көп рахмет. Жатқан жері жайлы болсын. Артына бала шағасына жақсылық беріп, тойдан той бола берсін. Әлде жүрмесе көрмеседі, бірақ оған жақсы келіп, алып кетті. Жақындағы балаларың өмірі болсын, тойында Рамазан өмірге жақсылығы толған болсын. Үнемі жақсылық болып, бұдан кейін қуанышта, тойда кездесек, бастары аман, денде саулық, ортаға денсаулық пен бала-шағасын қорғап қоршап жанында ақыл беріңіз. Рахмет сізге, деніңіз сау болсын. Тағы рұқсат болса, үлкендерден асқабатты сұрайық, табақталайық, содан кейін біраз жалғастырамыз. Бұдан кейін той доңлақтарға бәрімізді бас қосып отыруға бір алла нәсіп етсін. Шабырқап сезім жауалмай тұрған нөсердей
түсінен кейде жарылып кеудем кетердей. Неге мен сонша жабырқап жүрмін жаным-ау, жапанда жалғыз адасып қалған бөкендей деп. Мынау апайымыз енді өзіңіз білесіздер, барлықтарыңыз танисыздар. Біраз ол кісі кеткен жабырқап қалды енді. Сол кісінің бір ауыз рахметін алғысын өз құлақтарыңызбен естіңіздер. Ал бүгінгі біздің көңілімізге қая түскен жүрегіміздің жарылып, жалғызсырап қалғандай өмірден өксіп, жылап-сықтап, уақыттың қалай бала шағасы мен жары мен апамын. Біздің қайғымызға ортақтасып берген барлықтарымызға шын ниетіммен алғыс айтамын. Әрине бағанадан бері Рамазанға қаншама мінездеме айтып, жақсылығын айтып таусалмай жатырсыздар. Бұл Рамазанды сыйлап, қаншалықты адам шын көңілімен ниеттес болып келе жатқандарымызды көріп отырмын. Адам дүниеге келгенде де кеткенде де өліммен келіп, өліммен кетеді екен. Анасы тал бесікте әділеп бөліп сәбиді өліммен қарсы алса дүниеге. Адам дүниеден кеткенде жер бесікке бала шағасы мен жары зарлап жылап жұрттар айтып шығарып салады. Сол жылауымызды әлі де тоқтата алмай жылаумен келеміз. Бірақ орны толмайды. Қанша жоқтап жылағанмен Алла Тағалаға қарсы шығатын шамамыз жоқ. Мінекей, уақытты қолмен ұстап болмайды. Зымырап қалай жылында келіп қалғанын сезбейді қалды. Енді Рамазанның қайбір мінезін айтайын бағанадан бері айтып жатырсыздар. Курстастары, бірге оқыған класстастары, оқушылары, барлығы да туыс-туған жолдастары бәрі айтып жатыр. Оны әрине мен қайталамасам да болады. Бірақ Рамазанның өте бір көпшілдігі, ол кім болса да жатырқамайтын, үйге алып келеді. Районада істеп жүргенде отчет өткіземін деп, бүкіл Жамбыл районының директор замшылары Алматыға барса, соларды түгел жолдан, біздің үйіміз жолда, түгел үйге алып келетін. Енді ол алып келіп тұрғаннан кейін азамат басымен мен оны қарсы шыға алмайын, барымды беріп, әйтеуір ризашылықпен шығарып жатыр. Сол ниетін тағы айтайын деп отырмын. Әсіресе курстастары жақсы біледі. Біз бірінші курстан бастап үйренгенбіз. Өздері ол кезде осындай кең бір үйді жалдап алады.
Özdері бізге той жасап, өздері подарктерін беріп, ол кезде студенттердің шетін 98 тиынды қызлары. Сонымен билеп ойнап, тойымызды жасап берген. Олар оқуларын біткенше біздің үйден талай дәм татып келіп кеткен. Енді менің айтайын деп тұрғаным сол Рамазан кетіп қалды деп ойламаңдар. Әлде де есігіміз ашық, орында бар оңылар деп Құдайға шүкір бала-шағам, әлі мен бармын. Сол жайылған дастарханымыз әлі жайылды. Рамазанның от жаққан жерінен Құран оқып, дәм татып кетеміз деген жолдас жорасы, курстастары бар, оқушылары бар, сабақтастары бар. Осы астан кейін келіп, от жаққан жерін көріп, бір шәуін шай ішіп Құрандарын оқып кетсін деп сұрап отырмын. Енді өз жағдайларымызға қарамызға, әлде де сол дастарханымыз жайып, сіздерді қарсы алуға, қабылдауға тырысып отырмыз. Енді алыстан келген, жақыннан келген туыс, ағайын, жолдас, құда жеңсек, барлықтарымыздың да әрине алтын уақыттарымызды бөліп, осындай бізге келіп отырған, қайғымызды бірге бөлісіп отырғандарымызға шын жүрегімнен тағы рахмет етемін. Барлықтарымызда біз көрген Құдай жамандықты бастарымызға бермесін. Шаңырақтарымыз аман болып, бала-шағаның қызмет көріңіздер. Енді не деймін, Алланың ісіне не шара бар. Үлкен болсын, жас болсын, кіші болсын, әркімнің семьяда өз орны бар, өз салмағы бар. Мен Рамазаннан айырылып қалғаныма ойда жоқта жанымда отырып, бір ауыз сөз айта алмай, бір тамшы су тамыза алмай, арманда қалғаныма әлде де қатты өкінемін. Өкініштің орны толмайды. Әр күнге дейін жылаймыз, жоқтаймыз. Одан басқа амалымыз қанша? Құран оқытып, Алла алдынан қорқытпасын, жаны жәннатта болсын, топырағы торқа болсын деп тілейміз. Одан басқа амалымыз жоқ. Рахмет тыңдағандарыңыз. Бала үшін арнайтұғын бар бағын, ұрпағына жалғап кеткен арманын, қайғымды маңайлатпас қабаққа, әке кем ғой шетшіліктің қорғаны, өшпейді атын ошағында мәңгілік, Нұрлан деген ұлымыз тұрғанда артынан. Ал құрметті көпшілік, құда-құдағилар, туысқан туысқандар, жолға жолдастар, жекжаттар, бәрілеріңізге рахмет. Алтын уақыттарыңыз бөліп, бізге қолпаштап, деме беріп отырып, осындай келіп отырып, көпшілікке рахмет. Енді арасында осында сіздерге жақсылыққа дастархан жайылып тек қана бәрі жақсылық сіздерге тілеймін. Рахмет сіздерге келіп отырғандарыңызға. Рахмет. Тағы міне қоштастық бір күнмен, қош айтысып бір күнге тірлігімен, тоқтатып көр толассыз қозғалысты түсігіндағы тәңірдің кіндігінен. Құрметті ағайын, туыстық жат сыныптастар, бүгінгі алтындай уақыттарыңызды бөліп, бізбен бірге, бала-шағасымен бірге болып, көңілдеріңізді білгеніңізге сіздерге көп рахмет айтамын. Қашанда болса, қайда болмасын, амандық болсын, денсаулық жақсы болсын, заманымыз тыныш болсын.
Рахмет, көп рахмет сіздерге. Kapıda kaldım bilmedim ajalдың zulap kelgenin. Қасқағым сәтте басыма қайғының болты төнгенін. Жазбасын алла айыпқа мезгілсіз көштің қайыпқа. Түсімбе әлде өңімбе өлгірмедім жастық қойып та. Шаңырағым чайқалды, бәйтерегім құлады. Опырылып түскен орныңды қайғы мен зар торлады. Толған қайғы кеудемді уландырып барады. Ажырамас жүректер қалай шыдап қалады. О, дәріғай, өмір-ай, қалдым ба жалғыз осылай. Орныңды сипап, сағынып, парлаған жастық тия алмай. Қанатымнан қайрылдым, мәңгілікке сенен айрылдым. Үйілген топырақ астына сұмқара жерге тапсырдым. Егілді жаным, егілді, жазылмай белім бүгілді. Ezilgen жүрек дірілдеп шығарып салды өзіңді. Қош бол деп қима егілдім, тағдырға көніп жеңілдім. Артыңда қалған ұрпаққа сүйеу болуға бекіндім. О, дәріғай, сым жалған, ішіңде кетті-ау көп арман. Арман неме, бір ауыз сөзіңе зар қылған. Ақшыл шашың қайрылып, нұрлы жүзің нұрланып. Қара көрдің астында жатырсың ба мұңданып. Қарсы айрылып жарылар, сен ойласам жүрегім. Өзің барда алшаңдап, уайымсыз мен жүредім. Есіктің алды қарағам, тамырлары жерге тарағам. Айналайын жолдасым, қарағыма қарағам. О, дәріға ожалған, айтқым келет көп арман. Кеткенің бе шынымен, қалай сенен айрылам. Aldım biye артым жар, айналуға жерім тар. Иманды болыр әрекем, бір ауыз сөзіңе болдым зар. Жапанда қалған бәйтерек, жемісін қалды жиылып. Жазсам да бір ұйқым келмейді-ау, жұмсам да бір көзім түйіліп. Өңімбе алдап түсімбе, өлімге қияр кісімбе, осынша қайғы тартқызып жараттың Аллан есіне. Үш қоңыр тауы маңырап, күні бір шығар жамырап, төредей болған жолдасы, орның қалды аңырап. Амал қанша орныңды өкінішпен толтырам, өкінгеннен не пайда бұл дүниеде жоқ маған. Алладан тек сұраймын, артыңа амандық бер маған.